Достар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Назгүл Назар. Және бүгін желтоқсанның 25-і, жаңа жыл жақындап келе жатыр. Бүгін енді менде бір жағынан жексенбі, яғни демалыс болғаннан кейін, екінші жағынан уже затягивать некуда. Сондықтан біз енді біршама үйді кішкене бір жаңа жыл түр келбетіне келтіріп қояйықшы деп, қазір Балнұр екеуміз, сіңілім екеуміз ол мына жақта суретке түсіп жатыр. Енді бір жоспарларымыз бар, үйді кішкене сәндеп. Себебі бұл үй енді біз жаңа жылда осында қалмаймыз. Бір 3-4 күнде бізді үйге кетеміз, бірақ дегенмен сол 3-4 күннің ішінде бізге жаңа жылдық көңіл-күй жасап тұрсыншы деген ниетпен анау мынау жасайын деп жатырмыз енді. Сондықтан менше енді влог бір анау айтқан қызық болмаса да, дегенмен бір сондай бір жаңа жылдық влог болады. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Достар, шынымды айтсам, мен осы влог түсіру, оның ішінде жаңа жылдық влог түсіру туралы ой менде бұдан сәл ертерек енді туған болатын сондай ой, бірақ тура сол ой туған кезде, оны яғни реализациялайын деп жатқан кезде мен тамағым ауырып қалды, сөйтімді сөйлеуге шамам келмеді, және де сосын менің ноутбугымдағы бүкіл жаңағы программалардың барлығы білмеймін ұшып кетті ма, жоқ болып кетті ма, әйтеуір солай болды. Және де мен монтаждайтын бағдарламам да сол жоқ болып кеткен бағдарламалардың қатарында. Сондықтан енді мен көрем енді, бірақ осы айфонға түсіріп көрем. Сөйтсем да iMovie-да монтаждай салам. Камераға қысқасы түсірсем, мен қазір тағы да отырам, бағдарламаны жүктейін дегенше, ол істей ма, менің компьютерім оны қайтадан қабылдай ма, жоқ па, оны да әлі білмеймін. Сондықтан менің қазіргі ситуациядан шығу жолым осы айфонға түсіріп, соны iMovie-мен монтаждай салу болып тұр. Менше бір сапасы ондай қатты нашар болады деп ойлаймын. Енді бір жағынан влог қой, влог осындай болу керек, осындай болу керек. Сондықтан сол кеттік. Болды ма? Кеттік онда. İnsan aspaydı, eşliğe jaraspaydı deydi onlar. Gözüm kımbi boylaydı deydi onlar. Kollar bastı terini, aldı dalı erdi belis bunlar. Jaskan başı jasılma. Bağır boş muydu? Boş kuvatı. Ne buldu sağın? Өзің қылсы жолда. Сағат кешкі 8, біз енді шығайын деп отырмыз. Қыздар деген осындай, бірақ ойлап отырмын, үлгеретін шығармыз деп. Бар болғаны бір 2-3 сурет шығару, сосын айтамыз келген соң не істейтінімізді. Достар. Мистика, ужастик. Жоқ, шынымызды айтсақ, біздің жаңағы нет, қабатымызда уже қанша 3-4 күн болды ма? Осындай жаңағыдай свет деп тұрады. Сол, біз шықтық. Ненің мына жаққа қандай қатысы бар еді? Біздің қабатымызда не болып тұрғанын. Қызық қой, сол үшін блог қоймасы бәрін түсіре бересің ғой. Ойыңа не керек, соны түсіре бересің. Мысалы, мен сондай блогерларды көрген кезде, әсіресе видеоларын соларын көрген кезде, күні бойында олар, білмеймін, ойна келген істейді, мен соны қарап отырамын, қызық сияқты соған қарағанда барлығына. Ал Балнұр, волю в кулак. Кетті, суғынай. Шиқ. Астананың суығына
Мен шынымды айтсам енді үйлендім. Бірақ мен соткам үйренген жоқ әлі. Мына өшіп қалады егер тазалаған ғой енді. Сосын тайғанақ болып қалған ғой. Мен соткам шыдамайды, негізі өшіп қалады көп ұстасаң суықта. iPhone 6-ның иегерлері түсінеді деп па, иелері. Сондықтан соткамды өшіп қойайын. Қызық нәрсеге қуаты жетсін, әлі жетсін, иә. Біз келдік керуенге. Әр жер әдемі. Балдар, мен елкам алдында жүрші. Ал? Я көрдім, күшті екен. Достар, баршаңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Әр шаңыраққа, әр қайсыңызға жаңа табыс, жаңа бақыт тілеймін. Өмірлеріңіз тек шаттыққа толы болсын. Жаңа жыл, жаңа тауық жылы, менің жылым. Жаңа тауық жылы, менің жылым. Сіздерге тек жақсылығымен келсін. Берекелі, несібелі, ырысты жыл болсын. Қай жер? Көп жүрміз. Біз сурет шығаратын жерді іздеп жүрміз. Мен білем деп ойлаған ем, алдында шығарған едім. Сөйтсем, ұмытып қалған сияқтымын. Балнұр. Мерей сені шашан күтіп тұр. Я, Мерей керуенде қап кетіпті. Сенің сүйікті шашан дейді. Осы жерден 2 рет айналып өттік. Міне бәсі. Sayınızı? Ya ağlasın. Sen kalma. Ama seni seviyorum. Seni yaşa. Bizim ülke жылы. Никому не отношения. Дивно просто.
Печеньки көрінбей қалды. Аяқта ол. Сен алдында отырып аласың печеньки. Печеньканың алдында ана отыр ғой. Жоқ, қазір тұрды ғой. Ой, олар сол жерде отырып отыр. Жаман болып тұр ма не? Енді Печенька көрінбей тұр ма не? қазір көрініп тұрған жоқ. Ана ағай отыр. Маған біреу Төреғали Төрәлі еді ғой. Жұмыста. Мынау үшін. Ұлы дала қызы дейміз. Достар, біз жаңа ғана келдік керуеннен. Бірақ біздің балдар екеуміздің керуенге барғанымыз тым ұзап кетті. Және де қазір сағат түнгі 12:30, иә, қателеспесем, иә. Сондықтан біздің ұйқымыз да келді, бірақ жаңа жылдық көңіл күйді енді жаңа жылдық көңіл күйді келтірейік тез-тез деген ниетпен біз тез-тез істеп тастайын деп жатырмыз. Жаңа ойластырған нәрсемізді сонымен біз не ойластырдық? Менің ойымда мынандай жіптен былай іліп, соған мынадай суреттерімізді шығардық. Біз әртүрлі енді. Бұл жерде өзімнің де суреттерім, және де жалпы жаңа жылдық көңіл күйді сыйлайтын суреттер, және де онымен қатар менің сондай жаныма бір ерекше, бәлкім білмеймін, әртүрлі сезімдерді әкелетін суреттер. Сондықтан қазір процесс барысында көресіздер, бірақ бұнымен қатар, сол суреттермен қатар бізде жаңа жылдық басты атрибут енді әсерлі болар еді, егер мынау жанып тұрса. Қазір жандырамыз, сосын көрсетемін. Және де мынау енді мен мынау керек демеймін, адам өзінің фантазиясына байланысты. Мен енді өзімнің көз алдымда тұрған образ ба қалай, көз алдымда тұрған картинаны қазір біз балалар екеуміз жасауға тырысамыз. Ал мына жерде мен әшейін отырып алдым, әдейі болып отырайын деп әйтпесе бұның бәрін білмеймін, жақынырақ тұрып істеуге болатын деп, бірақ әдейі отырма дейміз. Сол, онда кірсейік. Бізге қарап отыр, көрмей тұрсың бәне. Сәлем, көңіл қалай? Әй, сенің бақытты болғаныңды қалай? Әлеммен бірге бол, күнді сенде тойла. Арманыңа қарай шығар шабытыңды бойдан. Ойна, баладай, күлімде, мойма. Азақ уақыт қалып мерекеге сондықтан. Дереу дайындал бәріне үлге, сиқырға толы ғажайып күнде бірге. Бол бізбен бірге.
онон бір 12-ден кей бізде жаңа жыл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, онон бір 12-ден кей бізде жаңа жыл Біз аяқтадық. Түнгі сағат 2:30. Біз әр снежинканың шет-шетін бояп шықтық, көрініп тұру үшін, айқындалып тұру үшін. Және қазір жандырамыз. Айтпақшы, әр суретті көрсетіп шығайын. Міне жаңа жылдық тематика, маған ұнайтын суреттер жалпы. Мынау жаз. Маған жазды еске түсіріп тұрсын деген оймен, хаски жақсы көремін. Айтпаса да түсінікті. Мынау Корея. Кішкене қараңғы болып қапты, бірақ Ханган өзені, иә, балалар? Мынау Петербургта бір ресторанда түсірілген тамақтың суреті. Кофешоп компания. Ұнайды маған өте. Білмеймін, бір жылы бір естеліктерді еске түсіреді. Мен мынау қандай собор бір Никольский ма? Жоқ. Ұмытып тұрмын қандай собор, бірақ сол собордың іші. Мынау мен Алматыдағы президентский паркта алғашқы рет маған влог түсіру туралы ой сол жерде келген. Және мынау менің, егер байқасаңыздар, влогымның обложкасы. Мынау да сол бағана сурет түсірген жерде Бейск клубта. Балнұрдың есіне түсті қандай соборда екен. Исаакиевский собор неде Петербургта. Москва. Москвада Патриарший мост. Булгаковтың шығармасында Патриарший пруды деген естеріңізде ме? Жалпы сол жақтағы көпір мынау. Мынау жалпы маған саяхат деген тематикада мынау Санкт-Петербургта. Мынау Чак пен Блэр, бұларды жақсы көрмеген қыз жоқ шығар енді. Жақсы көрмеген Балнұрдан басқа. Ехтей, Балнұр. Балнұр бізде форс-мажор жақсы көреді деп. Так, мынау жаңа жыл тематикасы, мынау Мадина деген құрбым екеуміз. Жалпы маған осы сурет өте ұнайды. Мынау Париж. Тематикасы айтпаса да түсінікті, иә, романтика. Ал мына суретті көрген кезде мен айтпай кете алмаймын енді. Маған бір кәдімгі
шөптің иісі келеді, бір білмеймін, мен үшін бір өте сондай бір ерекше мистикалық дейміз ғой, қалай бір ерекше сурет. Кәдімгідей маған живой сурет, тірі сурет. Мынау жаңағы кофе шоп компани, мынау Англияның принц пен принцессасы, мынау Петербургта бір, қателеспесем, бір жерде білмеймін, вокзалда ма? Ана янтарный магазин дейді, янтарь. Янтарный магазин. Бір магазинде түсіріп алдым, әйтеуір осы тәжді ұнап қалды де. Мынау Санта-Клаус. Санта-Клаус жалпы кішкентай кезінде маған Аяздадан гөрі Санта-Клаустың образы көбірек ұнайтын. Сондықтан сол. Бұл біз төртеуіміз қай сарай еді? Петергоф сарайында, Петербургта, иә. Және папа екеуміз, және Ханган өзенінің бойында отырмыз, Кореяда бұл. Жалпы бұл жерде Балнұр да болды, бірақ сурет түсіріп тұрған Балнұр. Және соңғы сурет бұл жаңа жыл тематикасында, иә. Маған осы нәрсені жасауға көмектескен мына қыз. Енді қазір екеуміз ждем не дождем. Ой, бұл фокус. Ждем не дождемся. Мына нәрсені жандыруды. Давай, Балнұр. Тоқта. Свет өшірейін. Шашты сөндірейін. Ал, мен мына жақты тұрайын. Мына жақты да өшірейін ба? Ал, тұр болай. Күштісін-ай. Сонымен біздің үйде кішкене болса да жаңа жылдың бір иіс шықты. Және бұл әдемілікті жасаған біз. Түріміз шаршап тұр, түнгі сағат 3. Және сол ұйықтаймыз енді, иә? Ұйықтаймыз. Жоқ, ұйықтамаймыз. Бізде Орео бар, шоколад. Жоқ, Орео емес, бізде Альпенгольд Орео қосылған екеу, иә? Соңғы кезде шықты ғой, жек көрген шығарсыздар. Біз сонымен шай ішеміз, сосын ұйықтаймыз. Түнгі шай. Давайте. Жаңа жылдарыңызбен. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен.